Assalamu alaikum рахметуллахи бәрәкәту. Амансыздар ма ағайын туысқандар? Ел жұрттарыңыз аман ба? Міне бүгін 19 қараша мен кішкене серуен жасап, мото серуен жасап шықтым. Қазір міне Қарабұлақтың бойында тұрмын. Анау ағаштар көрінген түгелі Қарабұлақ сол жерден ағады. Мына Қарабұлақтың өзі мынау ағаштардың арасынан басталады негізі. Міне бұл жерде ол өзі бір үлкен айналыс жасайды. Осы қуыс міне осы жер. Мынау міне Қарабұлақ ауылы. Бір кезде Жалтырсақ қозының 60-шы жылдарға шейін Малайсары ауылы, бұрынғы Киров деп аталған, соның фермасы болған ауылы. Одан кейін Жалтырсақ қозына 60-шы жылы құрылғанда соған берді. Содан бері Жалтырсақ қозынікі болып келді. Қазір бұл Қарабұлақ ауылы деп аталады. Не? Қазір бір 10 шақты ғана үй қалды. Мал асырайтын ағайындар ғана. Өңгесі түгелі қалаға көшкен қалаға көшті, орталыққа көшкен орталыққа көшті. Сондай жағдай. Бұл жер енді біздің Бәсентейін ішіндегі Көшенжүрек тармағының ата қонысы нағыз. Мынаның сыртында, осы ауылдың сыртында Көшенжүрек қорымы бар үлкен. Сол қорымда түгел осы жердің бабаларымыз жатыр. Енді атақтылары қалғандары Бәсем Қазірет бабамыз, Бәкібасар бабамыз атында қалған, аттар қалған. Одан кейін үлкен қорымның астында жаңағы оба дейді ғой бұрын, оба. Обаның астында Күшік Батыр бабамыз жатыр. Міне, сондай әдемі жер мынау бір. Күшік бабамыз мынау талдар тұрған жерде Қарабұлақ үлкен ауыл болған осы жерде. Сол жерден талай атын суарып осы жерде болған азамат бабамыз. Сондай әдемі жер міне. Мынаның ар жағы 80-ші жылдары дамбы салып, мынаны тоқтатқан шлюз қойып. Бірақ жарықтық өзі кейін қатты ертіс тасыған кезде бұзып қайтадан арнасына түсті. Негізі көп дүние бұзылды ғой. Қазір мен анау басына шейін барам осының. О жерде Қарабұлақ десе Қарабұлақ 4 метр ғана жаңағы кеңдігі болады. Міне өзім тұрған мынау Мұхаммед Қайырмын. Осындай жағдайда тұрмын ағайындар. Енді жалғастырам қазір. Міне көлігіммен келдім мынадай міне. Енді кішкене салқындау болды бүгін. Әзер заводқа жасап алдым кішкене енді. Енді қызғаннан кейін қазір жақсы жүру керек енді. Құдай жазса. Анда тамақтарым бар, нелерім бар. Өзі құрал жабдығымды әрқашанда алып жүрем. Бір
арба өзі. Міне. Ал жақсы, алға қарай жалғастырайық. Міне шыған айрығын айналып келдім қайтадан. Қарабұлақ түгел жерді айналып, 2 рет айналып келдім. Сондай әдемі жерге міне қайтадан көркем жерге келіп отырмын. Өзіміздің үйреншікті. Әлі судың беті әне соғалпы мұз, қабыршақ мұз. Жақсы сүйреп әкелді осы жерге шейін. Қазір енді осы жерге отырып біраз демалып алам. Сосын қайтам. Шай қайнап жатыр. Қазір кішкене демалып, шай ішіп алмақ ойым бар. Қолым шайып алдым. Мұздың лақтырып көріпті. Сен тас лақтырып. Мұз 1,5 сантиметрдей қабыршақ. Мынау міне паяльный лампа. Ана өзі 80 жылдары алған мен енді. Мына паяльный лампа российский кейінгі. Оның өзіне бір 10 шақты жыл болып қалған шығар енді. Сатып алғалы. Ол шайнек сол баяғы заманғы шайнегі. Балықта жүретін, әлгі аңшылықта жүргенде пайдаланатын. Ананың астын осылай қоя қоясың да, міне бұрынғы советтік жаңағы шай қоюдың әдісі ғой, тамақ пісіруге болады осылай. Жаңағы ана менен үстіне табақ қойып тамақ пісіруге болады. Енді мен тамақ пісірмеймін енді. Неге десеңіздер, шай ғана ішіп ақырын соған қарай жылжиып. Күн міне бүгін 18-і, күн бұлыңғыр, тұманды. Осы бір жұмадан артық күн шығып жақсы болып тұрған, бұл өзі қол тимеді. Үйдің өзі пенсияда болсақ та, зейнеткерлікте болсақ та қол тимейді. Әр түрлі бір жұмыстар пайда болады. Ағайындарға барамыз сол. Соғым деген сойдық осы. 2 үйдің соғымын сойып бердік. Сондықтан қол тимей қалады. Енді бүгін 18-ші қараша. Жел мынау ауысқан, кеше оңтүстіктен соғып тұрған 2-3 күн. Бүгін енді солтүстік шығысқа ауысты. Сондықтан осындай күн бұлыңғыр болып, міне болып тұр. Шайдың уже несі біліне бастады, әне буы шығып. Бұл сондай техника өзі 5-10 минутта қайнатады шайды. Қазақша айтқанда, орысша айтқанда ма, безотказный бір не. Любой жылынуға да болады, өтуге де болады. От бір жағынан. Қатып қалмайды бензинменен. Боғандай әне. Жақындайын. Жаңағы бір құйған немді төгіп алдым. Қисық қойған екен.
Oh, kaynasın kişkene. Oh, qanday mine bu uşaq kaynadı. Hazır şay işi var. Sosun biraz dem alıp жылжıyım. Oldu koy deyim, жақсы kaynadı koy deyim. Oo, tane qanday. Mine ағайын туысқандар. Осылай келіп дем алғанды ұнатамын мен өзім. О, міне. Осылай. Biraz кішкене bir не шығарып жіберу керек, әйтпесе ана аузына тұрып қалады. Міне, қайнады деген шайыңыз осы. О, әне қандай. Сақылдап қайнап жатыр. Болды енді. Қазір ана жерге үстелдің несін жасап қойдым. Шайнегімді апарып жанына қоямын қазір. Анау басында жаңа суымды 5 литр су алып шыққам, төгіп алдым. Міне. Міне жерге қазір отырам, міне. Бисмиллахи-рахмани-рахим деп. Міне. Мынаудай стол сияқты жасап қойдым. Қазір астына кішкене қойып көтерем қазір. Ана палаткамды. Осы түгелін алып жүрем, міне. Мынаны бір ашып көрсетуге де болар еді. Өзі немене барын. Мынау астына қоям, міне былай. Мынау палатка негізі. Қыста, жазда пайдалануға болатын. Осының үстіне қазір дастархан жасайым. Жақсы. Шай дәмді болсын. Қазір міне біраз шай ішкенімді көрсетейін.
шай ішуді жалғастырам әрине. Қазір күн бұлыңғыр, нағыз ыстық шай ішіп отыратын кез жиекте. Осындай жағдай. Анау шайдың өзі көк шай, бірақ өзбектің шайы емес, ява деген жазуы болды. Жапырақты. Соны жазып алып жүрем, шөлді жақсы қандырады. Біздің шайлар сияқты емес. Міне шайымды ішіп болдым. Міне мынадай өзімше жасалған столым бар. Мынаның үстіне қойған ыдыс аяқтарды кептіріп қойдым, жуып, шайып дегендей. Қазір шайнек салатын пакет. Ана қалған астарымды тағы да орап қойдым. Мұның ішінде печенье деген бар, пряник, анау кәмпит, қант деген сияқты. Жаңа бір ырысы дөңгелек болған, дөңгелекті жеп қойдым жаңа шайменен сонымен. Ол бір жұмадай жүрді енді сөмкем ішінде. Майға пісірілген дөңгелек дәнің етпейді. Соны жаңа шаймен ішіп болдым. Осындай жағдайда отырмын. Өзім мынадаймын. Осылай әрқашанда кішкене демалып отырғанды жақсы көрем. Бір Австралия деген ел бар екен. Сол елдің өзі халқы, жергілікті халқы бар екен. Сол халқының ішінде азаматтары кейбір кезде даланы аңсап өскен адамдар ғой, олар да біз сияқты шөлейтте жүрген абориген дейді оларды негізі. Бізді де солай айтатын шығар, жергілікті халықпыз ғой енді. Жергілікті халық деген сөз болу керек. Сол халықтың әдеті елін сағынып, жерін сағынған кезде қолына бір найзасын алады екен де, жаңағы шөл далаға шығып кетеді екен. Жұмалап жүре ме, айлап жүре ме, сол өзі бір жаңағыдай. Сол сияқты менде біздің халықтың өзі адамзаттың қанына сіңген нәрсе ғой. Осылай жүріп кішкене аш жүрген, қазір жалаңаш жүрген адам жоқ әрине. Бірақ осылай отырып демалып қайтқанды ұнатам өзіне. Міне тұман қоюланды. Мұздың үстінен жылы ауа соққан, сол ауаменен қазір көтеріліп тұр тұман. Ау ағаштар міне. Жердің тарихын мен айтып өткен видеоларымда қайталамай қояйын. Осы бір жер келіп отырып демалып кететін жерім. Жазда бір жүре әдемі болады өте. Көрмейсіз бе? Жан жағы түгел ағаш. Сондай. Көркем ағаш. Ана жағы су міне. Сондай әдемі жер. Мына жағында міне айрық. Ар жағы тоғай әне. Анау тоғайдың ар жағында бір жер бар. Көтібақ тоғайы деген. Енді қазақтар өздеріңіз білесіздер, ырым жасап бір кезде көз тимесін деп бабаларымыз аттарына сондай былықпай аттар қойған ғой кішкене. Енді жаңағы енді ол кішкене бақ емес, боқ деген сөз болу керек. Сонда бала жаңағы шетіней берген бе жас кезінде, соның көз тимесін деп, жаңағыдай тіл көз тимесін деп, жаңағы әлгіндей ат қойған. Жексұрын сияқты ат болсын деп. Адамдар кішкене жеркеніп жүрсін деп. Сол бабамыздың жері бар, ар жақта ұрпақтары бар екен. Жаңағы ар жақ дейміз біз енді мына Аққулы ауданын.
Сол жерде міне сондай жағдайда отырмын міне. Бер жағы түбегі бар. Бір кезде мына түбек туралы біздің Жұмажанов Қайыр деген азаматымыз болған, дүниеден өтіп кетті. Көшеншіліктің ішіндегі жаңағы сол қара шашы, о да Жұмажан деген, Аулабай деген бақсылардың тұқымы екен, жаңағы ұрпақтары. Содан жаңағы кейін мына ішкі істерде істеді өзі, ардагер жаңағы не болып зейнетке шыққаннан соң. Сол осы жердің түгел жағдайын, тарихын жазып шыққан адам. Советтік кездегісін енді көбіне. Аты енді Көктөбе жер ортасы деген. Жер ортасы Көктөбе деген. Негізі Көктөбе деген ауыл бұл жерден бір 5-6 километр жерде екен. Шақырым жерде. Оны біз ана Аяшин дәуірінен жаңағы біліп алдық. Бірақ ол біздің жаңағы көшеншіліктердің жері емес екен. Ол Сағынайдың жері екен. Міне жерге сол Белогория деген сөзді орысша жаңағы қазақшалайық деген кезде Көктөбе деп қойып жіберген ғой. А енді Көктөбе ауыл округі деп айтылады. Соны кейінгі кезде ешкім қолдамай қойды. Жаңағы біз ауыстырайық деп осында әкімдер болған кезде бір жақсы әкім болды. Фамилиясын айтпай қояйын. Сол әкім қолдап жаңағыдай халыққа шығарып еді. Біздің халық кішкене қолдамай қойды. Негізі бұл жердің аты Көктөбе. Көктөбе деген жер жоқ екен бұл жерде. Жаңағы ана профессор Артықбаев дегеннің жаңағы әңгімелері бар, өзі 2-3 авторы бар. Сол мына Ертістің өңірінің орта өңірі деген бе сондай бір кітабы болды. Сол кітапта жазылған Көктөбе деген жер деген, мына жерде ешқандай төбе жоқ екен деп. Көрдіңіздер ме? Аттың өзін, тарихи аттың өзін бұрмаланып кеткен. Жаңағы енді қайтадан соны қоя алмай әлек. Міне халқымыз біздің. Ал жақсы, міне ары қарай жалғастырам тағы да. Ағайын туысқандар, міне қалдарыңыз қалай? Мынау міне менің жасап алған кішкене столым, жаңа шайымды ішіп алғам. Осында қыдырып осы маңайға келген едім. Ана Қарабұлақ жаққа барып келдім, Тоғайға бармақшы болып едім. Түгел батпақ екен. Сондықтан осы жерге келіп, қайтадан келіп, демалып, міне жаңа шай қойып деген сияқты. Соны түгел ұйымдастырып осы жерде отырып. Міне қазір демалып отырым. Енді бір жарты сағаттай отырам да үйге қайтам. Күн бұлыңғыр бүгін 18 қараша. Осы бір 10 күндей ме, бір жұмадай өте бір жақсы күндер болып еді. Көздерде шыға алмадым. Осы міне шыққаным бетім осы еді. Осындай жерде отырмын енді, ағайын туысқандар. Сіздер де осылай демалыңыздар. Анда-санда. Міне мен өзімнің отырған түрім Мұхаммед Қайыр. Ал, аман болыңыздар. Аманшылықпен Алла кездестіруге нәсіп етсін барлықтарыңызға. Міне ағайын туысқандар. Кетейін деп жатырмын үйге қарай. Ал енді аманшылықпен Алла кездестіруге нәсіп етсін барлықтарыңызға. Мотоциклімді заводить деп алдым, міне. Енді жылжиын қатарына о жерден жоғары шығып кетем үйге қарай. Аман болыңыздар. Аманшылықпен кездесейік.